Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Ерболат Әбікенұлының пәтер іздеп жүреді әңгімесіндегі замана көрінісі. Сабағымызды бастамас бұрын сыныпта психологиялық жағында ахуал орнатып алайық. Бүгінгі сабақтың эпиграф ретінде құрметті оқушылар, мен Төле би бабамыздың нақыл сөздерін алып отырмын. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ардақтысы өмір, ең бастысы сыйластық деп айтқан екен Төле би бабамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты көркем шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалау. Яғни шығармадағы оқиға, заман, сол кезеңді бүгінгі заман келбетімен салыстырып сипаттайтын боласыңдар. 3 топқа тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындаймыз. Енді жұмыстарын қалай бағаланып, соны түсіндіріп кетейін. Бірінші, әр топта өзінің топ басшысы бар. Бірінші топтың басшысы Нұрай, екінші топтың басшысы Еңлік, үшінші топтың басшысы Ақбота. Әр топ басшысына мынандай бағалау парағы берілген. Сол топ басшысы әр оқушы сұраққа жауап берген сайын мына жаққа естеп отырады, 1 балдан қосып отырады. Бұл топ басшысының бағалауы. Ал енді әр топ бір-бірін қалай бағалайды? Әр топ бір-бірінің жауаптарында комментарий беру арқылы бағалайсыңдар. Түсінікті ме? Мысалы, бірінші топ жауап берілетіні, екі топ не істейміз? Комментарий арқылы бағалаймыз. Екінші топтықын қалған 2 топ, үшінші топтықын бірінші мен екінші топ. Бағалау түсінікті ме, балалар? Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақтың тапсырмаларына көшпес бұрын өтілген тақырыптарды бір тиянақтап алайық. Ол үшін WordWall платформасында берілген сұрақтарға жауап береміз. Бір сұраққа 1 балдан беріледі. Әр топтан бір адамнан жауап беріп отырамыз. Айналма түрінде. Түсінікті ме, балалар? Сонымен бастаймыз іске. Бірінші сұрақ. Пәтер іздеп жүредік әңгімесінің кейіпкерлері кімдер? Пәтер іздеп жүредік әңгімесінің басы кейіпкерлері ол бізде ерлі-зайыптылар, яғни айтқанда жас отбасы. Топ басшылары бағалап отырамыз әрбір жауап берген оқушының жауабын. Жазушы шығармаларына тән ерекшеліктерді атаңдар. Пәтер іздеп жүредік шығармасында автор шындықты қоса отырып, сарказм, ирония, көркем және өткір тіл, дәлдікке құрылған сөйлемдер арқылы ерекшеленген. Жақсы отыра ғой. Жазушының стилі тілі. Жазушының стилі Хемингуэй енгізген телеграфтық стиль, бұл қысқара нұсқа жеткізілу тілі. Жақсы отыра ғой. Пәтер іздеп жүредік әңгімесін жазуға қандай оқиға түрткі болды? Нұрай айта ғой. Бұл оқиғаны Әбікенұлы өзі студент кезінде достарына барғанда жазған ойына келген болатын. Яғни ол өзінің барахолкада тұрып жатқан достарының күйін көріп, осылай басқаша етіп, достарын ерлі-зайыпты етіп жазған. Ерболат Әбікенұлы қай жерде дүниеге келді? Екінші топтан өлді. Ерболат Әбікенұлы Қытай Халық Республикасындағы Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы Саншы қаласына қарасты Мөргө ауылында дүниеге келген. Жақсы. Келесі сұрақ, құрметті оқушылар. Баспана үй туралы қандай мақал-мәтелдер білесіңдер? Мағынасын пәтер іздеп жүредік әңгімесінің тақырыбымен байланыстырып түсіндіріңдер. Біз Ерболат Әбікенұлының бұл шығармасымен үй жоқтың күй жоқ деген мақалды байланыстыра аламыз. Себебі бұл мақал мен шығарманың табиғи құндылықтары мен мағыналары жағынан бір-бірімен тығыз байланысты. Біздің шығармаға тоқталатын болсақ, бұл шығармада ерлі-зайыптылар пәтер таба алмай көптеген қиыншылықтарды көреді, ал біздің мақал-мәтелде де сол қиыншылықтар туралы баяндалған. Келесі сұрақ, құрметті оқушылар. Ерболат Әбікенұлының қандай шығарманы білесіңдер? Ерболат Әбікенұлының 50 теңге, ауыл әкімі, пәтер іздеп жүредік, күйеу бала және министр деген шығармалары бар.
Жақсы отыра ғой. Келесі сұрақ. Не себепті Ерболат Әбікенұлы өз шығармасында пәтер жайын арқау еткен? Ерболат Әбікенұлының шығармасына пәтер жайын арқау ету себебі бұл қазіргі таңда бізде өзекті әлеуметтік проблема болып табылады. Соңғы сұрақ оқушылар. Ерболат Әбікенұлы ең алғаш шығармасын қашан жазды? Ерболат Әбікенұлы ең алғашқы шығармасын 7-ші сынып оқып жүрген кезінде жазған. Дұрыс. Топтық жұмыс ойдан бір бөліс әдісі арқылы фило әдісі бойынша мына шығармада көрсетілген деректерді анықтайсыңдар, идеясын анықтайсыңдар, сұрақтары құрастырасыңдар және осы шығармада болып жатқан іс-әрекет. Яғни дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Дескриптор алдарында тұр болады. Шығарма бойынша деректерді анықтайсыңдар, шығарманың идеясын табасыңдар, көтерілген мәселені анықтайсыңдар, соның шешу жолдарын ұсынасыңдар. Енді шешу жолдарын қай неде бағанда ұсынасыңдар? Іс-әрекет деген баған тұр ғой. Сол жерде осы шығармадағы көтерілген мәселенің шешу жолдарын ұсынасыңдар. Екінші топтың тапсырмасы Фрайер моделі балар. Фрайер моделіне сүйене отырып, әңгімеде көтерілген мәселені анықтап, екінші топ осы шығармадағы пәтер іздеп жүрген адамдардың әңгімеде қалай көрсетеді және қазіргі ол кезде балар жетім бұрыш арқылы іздейтін ғой ел пәтерді. Алматыда үлкен қала болғандықтан жетім. Ал қазіргі заманда осы жетім бұрыштың несі басқа түрлері бар ма? Және жетім бұрыштың заманауи түрлерін, тәсілдерін атайсыңдар. Аталған қызметтердің теріс жағы және тиімді жағын атайсыңдар. Яғни дескриптор бойынша шығармадағы көтерілген мәселені анықтайсыңдар, көтерілген мәселенің қазіргі қоғамда көрінісін сипаттайсыңдар. Тұжырымдамалық кестеде шығармадағы мәселені, көтеріліп отырған мәселені анықтайсыңдар. Енді осы мәселе бүгінгі күнде бар ма жоқ па соны айтасыңдар. Шығармада қай жерде орын алып отыр осы мәселе, көтеріліп отырған мәселе, бүгінгі күнде қай өңірлерде бар, шығармадағы адамдар кімдер олар, бүгінгі күнде осы мәселеменен бетпе-бет келіп отырған адамдарды айтасыңдар, және шығармада жазушы шешу жолын көрсеткен осы мәселенің, ал бүгінгі күнде соның шешу жолы бар ма жоқ па соны айтасыңдар. Түсінікті ме? Соның дескриптор бойынша шығармадағы заман көрінісін анықтайсыңдар, бүгінгі күнмен не істейсіңдер? Салыстырасыңдар. Дескриптор барлығы алдарында тұр, құрметті оқушылар. Сонымен сәттілік тапсырманы бастаймыз. Мына жақ. Бұл мәселені шешу үшін тағы осы саласыңдар. Бірінші топ дайын болса, бірінші топтың жауабын тыңдайық балалар. Ең бірінші деректер шығармада басты кейіпкерлердің пәтер іздеуге тура келуі, бұл бізде дерекке жатады, және де бұнда бізде жетім бұрыш деген жері бар. Жетім бұрыш деген жері бар, дұрыс. Идеялар. Автор қоғамдағы тұрғын үй мәселесін, әділетсіздікті, адамдардың күнделікті өмірдегі күресін көрсетеді. Оқып отырған кезде мынадай сұрақтар және де мәселе туындады. Кейіпкерлер бұл мәселені шешу үшін қандай іс-әрекет жасауда және де бұл проблема қазіргі қоғамда қалай шешілуі мүмкін деген сұрақтар туындады. Осы жаңадан бері айтылған мәселені шешу жолдарына тоқтала кететін болсақ, ол адамдардың тұрғын үй саясатын жақсарту, азаматтардың заңдық сауаттылықтарын арттыру. Егер де біз осы мәселелерді ауқымдырақ қарайтын болсақ, біз осы мәселелерді шеше аламыз. Ең бірінші әңгімеде көтерілген мәселе. Пәтер іздеп жүредік әңгімесіндегі басты мәселе бұл баспана табу. Бұл дәл қазіргі кезде де өте өзекті. Әсіресе басқа қаладан жұмыс бабымен келген жас отбасылар, студенттер, тіпті өмір сапасы осал адамдарға баспана іздеумен әлек. Онымен қоса пәтер бағалары да қазіргі кезде де сол кезде де аса қымбат болған. Заманауи тиімді тәсілдері бізде крыша, кезек, ойыл, баспана. Жақсы отыра ғой. Қызмет түрлерінің тиімділігі, Жәнібек, жетім бұрыштан гөрі бұл аталған қызмет түрлері несімен тиімді айта ғой?
аталған қызмет түрлерімен бірге пәтер іздеушілер үйден шықпай қалған пәтерін іздей алады, яғни шығармадағыдай көше аралап аяқтан шаршатпайды. Біріншіден аяғын шаршатпайды, екіншіден уақыт үнемдейді. уақыт тұжырымдамалық кесте. Шығармадағы негізгі орны Алматы қаласында тұрғын үй іздеу мәселесі көрсетіледі. Ал қазіргі кезде Қазақстанның барлық дерлік қалаларында тұрғын үй мәселесі өзекті. Шығармадағы көтерілген мәселенің себебі. Бірінші, жас отбасының ауылдан үлкен қалаға келуі, және де олардың жеткіліксіз табыс көзі болғандықтан олар өздері қалаған пәтерді жалға ала алмайды. Сондықтан олар көптеген қиындықтарға тап болады. Ал бүгінгі күнде үлкен қалалар, мегаполистер, яғни Алматы, Шымкент, Астана қалаларындағы пәтер бағасының жоғары болуы, және де көбінесе біздегі пәтер иелерінің қатал талаптарын айта кетуіміз керек. Яғни мысалы пәтер иелері жас отбасыларға пәтерді жалға беруге құлықсыз. Өйткені олардың балалары немесе балаларына байланысты өздерінің қатал талаптарын қояды. Сондықтан олар пәтер іздеумен көптеген қиындықтарға тап болады. Келесі тапсырма балалар зерттеушілік конференция әдісі арқылы әңгімеде көтерілген мәселені қазіргі өмірмен байланыстырып, заман тұрғысынан талдайсыңдар, зерттейсіңдер, баға бересіңдер. Бірінші топ құнды ой стратегиясы бойынша 7 сөйлемнен тұратын құнды ой айтасыңдар, оны мына мәтелменен байланыстырасыңдар, аш бала тоқ баламен ойнамайды. Яғни мына мәтелдің мағынасын ашу керексіңдер. Екінші топ кейс-стади әдісі бойынша статистика не дейді деген сұраққа жауап береді. Яғни бұл тапсырмалар сендерге алдын ала берілген балалар, сендер үйде зерттеу жұмыстарын жүргізу керек екендер осы тақырыпқа байланысты. Сол себепті статистикалық мәліметтерді сендер қазір тез айтып шығасыңдар. Яғни осы проблемамен кездесіп отырған қоғам өкілдері туралы не береміз балалар? Сандық мәліметтер береміз. Үшінші топ кластер әдісі бойынша үйсіздіктің салдарын көрсетесіңдер, баға бересіңдер. Яғни үйсіз, күйсіз жүрген адамдар қандай нелерге, қиыншылықтарға душар болады қоғамда. Сонымен дискриптор шығармада көтерілген мәселені қазіргі өмірмен байланыстырасыңдар, заман тұрғысынан талдайсыңдар және өз пікірлеріңді айтып баға бересіңдер. Тапсырма түсінікті болса, бастаймыз сізге. Сонымен екінші топ дайын екен балалар, екінші топтың жауабын тыңдайды. Пәтерді жалға беру нарығы 2024 жылғы есептеумен жалға беру бағалары бір жыл ішінде 9,9%-ға қымбаттаған. Әр салаға бөліп қарастыратын болсақ, мұғалімдердің 30-40%, дәрігерлердің 20-30%, жүргізушілердің 40-50%, ішкі істер қызметкерлерінің 25-35% және тағы да басқа мамандық иелері жалдамалы пәтерде тұрады. Және біздің топтың ойынша, шынымен де қазіргі таңда пәтерді жалға беру жылдан жылға артуда, және де пәтерді алу көбінесе қолжетімсіз болып жатыр. Жақсы. Үшінші топтың жауабын тыңдаймыз балалар. Салдарын кластер әдісі арқылы көрсету. Ең бірінші бізде үйсіздіктің салдарына біз психологиялық күйзелісті жатқызамыз. Яғни үй таппай кез келген адам күйзеліске ұшырайды және бұл ең бірінші үйсіздіктің салдары деп табамыз. Екіншісі бізде отбасылық қарым-қатынастың бұзылуы. Көптеген отбасылар үй таба алмаудан пәтердің мәселесіне ажырасып кетеді және де ажырасу статистикасы да осы Қазақстан бойынша көбеюде, жоғарылауда осы үйсіздіктің салдарынан. Және де келесі бізде қоғам тарапынан кемсіту, яғни қоғамда өз үйінің болмауы, яғни қоғамда өз орнының жоқ секілді көрсетілуі. Бұл да осы үйсіздіктің салдарына жатады. Және де бізде келесі балалардың білім алуына кері әсерін тигізуі. Яғни тұрақты үй пәтер болмағандықтан үнемі көшіп жүргеннен балалардың да мектептері ауысады және де оларға да бұл ауыр тиеді. Келесі соңғы бізде салдары ол жұмыссыздық, яғни тұрақты пәтерді болмауы, яғни қаражаттың жетіспеушілігі, бұл әрине бірінші жұмыссыздықтан келеді және де осы пәтердің мәселесімен жүріп жұмыс орындарында ауыстырып отырады адамдар. Сондықтан бұл да жұмыссыздық осы үйсіздіктің салдары деп танымыз. Бүгінгі тақырыптың түсіндірмесі. Аш бала, пәтері жоқ отбасы, тоқ бала, жылжымайтын мүлікке қолжетімділігі бар азамат.
Қазіргі кезде Астана және Алматыда пәтер бағасының өсуі көптеген азаматтарды осы аш бала сатысына аударуда. Студенттер және де ауылды жердің тұрғындары оқу жұмыс мәселесі бойынша үлкен қалаға көшіп келуде, және де бұл қала тұрғындарын пәтер табу жағдайын қиындата түседі. Сонымен қатар 2022 жылғы Ресей мен Украина арасындағы соғыстар кезінде сол жақтағы тұрғындар біздің мемлекетке көшіп келген болатын. Сол себепті біздің еліміздегі пәтерлердің бағалары көтеріліп кетті. Дұрыс, күрт көтеріліп кетті. Ресейліктер не істей бастады? Қазақстан еліне, Қазақстан жеріне қоныс аудара бастады. Соғыстан қашып. Сол себепті пәтер иелері пәтер ақысын өздеріне тиімді бағамен беріп жіберді. Қарапайым халықтың қамын ойлаған жоқ. Құрметті оқушылар, әр топтың жауабын бағалап жіберейік. Сонымен бірінші топтың жауабын бағалаймыз. Екінші топтан бағалап жіберіңіздер. Біздің бірінші топқа беретін бағамыз өте жақсы. Себебі жұмыстану барысында бұлар нақты шешімін айтты. Шығармада көтерілген мәселелердің, олардың арнайы деректері және шешу жолдарын ұсынды. Менің де екінші топтың жаңағы тапсырмасына көңілім толған жоқ. Себебі олар жетім бұрыш туралы толық мәлімет бере алған жоқ. Олар қазіргі замандағы жетім бұрыштың жаңа түрлеріне дұрыс артықшылықтарын да кемшіліктерін де дұрыс айта алмады деп ойлаймын. Бірінші топтың жасаған жұмыстары маған қатты ұнады. Олар құнды ой стратегиясы бойынша 7 сөйлемнен тұратын құнды ойларды жазды. Тақырыпты жақсы ашты. Екінші топтың фраер моделіне сүйеніп, әңгімеде көтерілген мәселені екінші топ дұрыс аша алмады деп біздің топ айтып жатыр. Себебі жетім бұрыштың заманауи тиімді тәсілдерін басқа да тәсілдермен ашуға болатын еді. Ал енді үш топтың да жұмысына баға бере кетсек, балалар жаңа өздерің айтып отырған кемшіліктер қосыламын. Және мына үшінші топта белсенді оқушылар көп болмады, белсенділік танытпадық. Ал жалпы жұмыстарын жақсы деп бағалаймын. Мысалы, бүгінгі өмірменен байланыс болды. Бүгінгі заман тұрғысынан шығармадағы заман көрінісі мен қазіргі заман көрінісін салыстырып бағалай алдыңдар. Яғни сендер мақсатқа не істей алдыңдар? Жете алдыңдар. Осы жағынан, осы тұрғыдан алғанда, мен сендердің жауаптарыңды қанағаттандырылып деп есептеймін. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды бекітеміз. Дербес пікір айтысы арқылы Ерболат Әбікенұлының пәтер іздеп жүреді әңгімесіндегі көтеріліп отырған өзекті мәселені шешу жолдарын атап көрсетесіңдер. Шешімін таппайтын іс болмайды. Ол үшін деген ойды жалғастырып кетеміз, тездетеміз, егіліп. Шешім таппайтын іс болмайды. Ол үшін біз жан-жақты мәселені шешу жолдарын қарастыруымыз керек. Біріншіден, қазіргі таңда кәдімгі халықтардан, тұрғындардан жинайтын қорлар бар. Қайырымдылық қорлары арқылы пәтер алып бере аламыз. Және де мемлекеттің өзінің беріп отырған бағдарламалары бар. Мысалы, көп балалар отбасыларға алып бере алады, және де асыраушы жоқ отбасыларға алып бере алады. Сонымен қатар ипотеканың көмегі арқылы аламыз. Жақсы, әсел. Шешімін таппайтын іс болмайды. Ол үшін біз қаржылық сауатты болуымыз керек. Көптеген қазір қазақстандықтар қаржылық сауаттылығы төмен болуының себебінен өз ақшаларын дұрыс жинай алмайды немесе жарата алмайды. Сондықтан біз еңбектеніп өз қаражатымызды өзіміз бақылай алуымыз керек. Шешімін таппайтын іс болмайды. Ол үшін бізге тиімді бағдарламалар қажет. Яғни статистикаға қарайтын болсақ, көптеген осы мемлекеттік бағдарламаларға барып жатқан адамдардың талаптары орындалмайды. Яғни бізде пәтердің сапасы нашар болып кетеді, немесе басқа да проблемалар шығып жатыр. Сондықтан бізге тиімді бағдарлама қажет деп ойлаймын. Яғни халыққа тиімді бағалағаны, халықтың қалтасы көтеретіндей бағдарлама керек екен, жақсы отыра ғой. Іс болмайды. Әрқашанда қателескен жағдайда бір орында қалып қалмай, әрқашанда ізденіп отыру керек деп ойлаймын. Қандай оқушылар бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сабақтан алған мәселелерің бойынша мынандай рефлексия жасайсыңдар. Сабақтан алған 3 маңызды ақпарат бересіңдер, қиындық туындырған 2 аспектіні көрсетесіңдер және сабақ барысында туындаған бір сұрақты жазасыңдар. Ал бастаймыз. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Құрметті оқушылар, шығарманың көркемдік құндылығын айқындау. Бүгінгі үйге берілген тапсырма осындай. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.